біздердің білу керек болған дүниеміз бар. Біздер бұйрықты барлығымыз білеміз. Бұйрық деп отырғанымыз не нәрсе? Алланың кәләмінде келген, Құранда келген, не нәрсеге Алла бұйырды, не нәрседен тыйды, барлығы біледі. Кез келген көшедегі араққа тойып алып, құлап жатқан адамды тұрып сұраңыз, Алла деп айтады жаратушым. Намаз оқу керек па? Керек деп айтады. Кез келген адамнан сұраңыз, барлығы не істейді? Істеу керек дейді. Оқисың ба? Алла нәсіп етсе оқимын деп айтады. Ал онымен біздің арамызда нендей айырмашылық бар? Міне бұл төңіректе айтады ғалымдарымыз, біздердің негізгі әлсіз болуымыздың себебі бұйырушыны танымаймыз. Алла тағаланы тану деген не нәрсе? Алла тағаланы тану бізге қайдан болады? Алланың 99 есімін жаттап, мынау санамызға сіңіріп, көкейімізге тоқығаннан кейін болады. Түсіндіңіз ба? Міне осында отырмыз. Көп жылдан бері намаз оқитындарымыз бар. Қайсымыз Алла тағаланың 99 есімін жатқа білеміз? Жатқа білмесек те қайсымыз ниет етіп соны оқып жүрміз? Дұғамызға қосып жүрміз. Яғни Алла тағаланы біздер шынайы тануымыз. Жай ғана Алла, мен сені танимын, Алла тағаланы мен білемін деген нәрселер ол жеткіліксіз. Біздер шынайы жүрегімізбен тануымыз керек Алланы. Шынайы көкірек көзіміз егер біздердің ояу болатын болса, онда Алла тағаланың әрбір көркем есімдерін айтқан кезде біздердің жүректеріміз қозғалу керек. Сол кезде біздер шынайы Алла тағалаға жақындаған адамдардың қатарында боламыз. Сондықтан да иншалла бұл Алла тағаланың көркем есімдері арқылы біздер Алладан сұрайтын болсақ, әрине біздерде ештеңе жоқ. Алла бар жүрегімізде. Түсіндіңіз ба? Жинаған мал дүниеңіз, абырой мансабыңыз, бала шағаңыз, дос жараныңыз ешқайсы пайда бермейді. Егер де сіздің жүрегіңізде шынайы Алланы тану деген, Аллаға деген махаббат орнықпаған болса, міне бұлардың барлығы жай әшейін амал болып қалады. Сондықтан да мейірімі шексіз Алла біздердің екі дүниеде де жүздерімізді жарық еткей.